Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сүзбе немесе творожный сыр жасаймыз. Ол үшін мен 900 граммдай қолдың қатығын алдым. Өзіңіздің қалауыңызша магазиндегі айранды алсаңыз да болады. Осыны біз морозильникке салып бір түнге қатырамыз. Мінекей айранымыз қатты. Енді осыны формадан шығару үшін мен ыстық су құйып жібітіп аламын. Егер сіздікі магазиннің айраны болса, онда пакеттегі айранды алсаңыз өте ыңғайлы болады. Сосын мен бір кішкене және бір үлкен ыдысты алып, үстіне ожауды қоямын, және де үстіне марляны жабамын. Енді осыған айранды толық жібігенше қойып қоямыз. Астындағы ыдыс толып кеткен кезде үлкенге құйып алып, қайттан қойып қоямыз. Неге айранымыз толық жібіді, өте нәзік сүзбе болып шықты. 900 грамм айраннан бізде 250 грамм сүзбе шықты. Қалған сары сумен құймақ пісіріп немесе қамырға қоссаңыз болады. Мінекей сүзбеміз өте керемет болып шықты. Осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Каналыма тіркеліп лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.